Ассаламағалейкум, құрметті отандастар. Садақа қоры қарайлас жобасы бір үлкен іс бастамақ. Қоғамда адамдарға, мұқтаждарға жәрдем беріп жүрген жандар көп. Аллаға шүкір, олардың саны да, сапасы да көбейді. Біреулер үй алып беріп жатса, біреулер ауруларға, шипасына қол ұшын созып жатыр. Егер біз көп зерттеуден кейін көз жеткізгеніміз, біреуге азық-түлік беретін болсақ, ол азық-түлік біткеннен кейін ол адамның мұқтаждығы таусылмайды. Демек, бұл проблеманы шешпейді. Сонымен, құрметті қандастар, қарайлас жобасы тұңғыш рет Қазақстанда мұқтаж жанға балық емес, қолына қармақ ұстату арқылы ол адамды түбегейлі мұқтаждықтан құтқарып, ол адам өзі табыс тауып, жеке кәсібін ашып, бизнесмен болып кетуіне жағдай жасамақ. Бүгін мен дәл қазір Алматы облысы Талғар ауданына қарасты Жаңалық ауылына келіп, Сәуле деген қарындасымызға 7 қызды асырап отырған, бір ұлды асырап отырған 8 баланың анасы Сәуле қарындасымызға келіп, қол ұшын бермекпіз. Қазір ол кісімен танысып, үйін көріп, сіздер де менімен бірге тамашалаңыздар. Ары қарата қандай көмек қолын созсақ болады екен, соны анық-қанығына жетіп, қолдан келген көмекті жасайық. Жүріңіздер. Мынау Сәуле деген қарындасымыздың үйі, кезінде мына үйді, осы үйді мешіттің жамағаты ақша жинап салып берген екен. Осы Жаңалық ауылына қатысты осы төңіректе Байсерке мешіттің жамағаты жиналып, көп балалы ана болғаннан кейін осы кісіге салып берген екен. Көрейік, танысайық осы кісімен. Ассаламағалейкум. Қалайсыздар? Бола ма? Бисмилля. Бисмиллахи уалажна, бисмиллахи уалажна. Сәуле деген ханым міне осы кісі. Ұйқыдан тұрды. Ассаламағалейкум. Қанша ай болды? 7 ай енді болады. 7 ай. Ағайын туыстар, біз Сәуле ханымның үйіндеміз. Мінекей 8 баланың анасы. Альхамдулилля, Алла тағала шаңырағыңызға береке берсін. Жалпы енді батыр ана болғаннан кейін, осы балалардың бәрін жеткізуге өзіңіз тырмысып, талпынып жүргеннен кейін, біз керісінше сіз бізді қызықтырдыңыз. Осы кісіге көмек берейік керісінше деп. Өйткені біздің жобамыздың осы қазір негізгі мақсаты осы. Адамдарды ары қарата осы кәсіпке бейімдеу, сосын бизнесмен болып, өзінің жеке кәсібін ашып, бейімдеп жіберу ғой. Енді 8 баланы жеткізу деген қаншалықты не десек болады екен, ауыр немесе жеңіл, осыны айтып беріңізші. Енді қиын ауыр ештемесі жоқ деп ойлаймын енді. Әр бала өзі рызық несібесімен ғой, Алла беруші Алла. Стиль орамалдар тіктік, басқа тартатын орамалдар тіктік, қол сүртетін орамалдар тіктік. Қыздарыңызбен қанша қызыңыз бар? Енді 7 қыз. 7 қыздың қаншауы осы тігінді үйренді, тігінді біледі? 3-і біледі. Бәрекелді. Мен 4-еуміз. 4-еуіңіз тігіп айналысасыздар, бәрекелді. Тандырға нан пісірдіңіздер? Нан пісіріп саттық. Енді қазір тандырымыз кейін жаңбырдан, судан құлап кетті, болмады тандырымыз. Бірақ сол енді мынау тігінімізді ары қарай арттыру үшін біз өзіміз ілімімізді кішкене көбейту, білімімізді көбейту үшін біз нені оқыдық, тігін курсын оқыдық, сертификаттарымыз тұр ана жерде. Оқып, жай намаздар қалай тігу керек, басқа заттар, толстовка, кофта дейді, юбка дейді, сондай нәрселерді үйрендік, иншалла. Енді жай намаздармен тігіп бастадық, бірақ мына машинкамыз біздің жай намазды алмайды, тікпейді. Өйткені маталары қалың, бұл қалың матаға арналмаған бұл машинка. Бірақ альхамдулилля, бізге тек қана бизнесімізді кішкене үлкейтсек, көбейтсек, біз деген 4 адам бірдей үйде тігіп отырып, бір машинкаға қарап отыру деген енді мүмкін емес. Өйткені кейде мен тігем деп қыздармен қызығады, қазір жас таласып қалады. Сондықтан енді ортада өзім бос кезімде таксовать етіп кетемін. Көлігім бар, қазір бұзылып жатыр иншалла. Моносприск
моноприз. Аха, не болған екен? Енді білмеймін, монопристен болып тұр ма, или валюметрден болып тұр ма, неден Не екенін болады? От алмай ма, не болады? таба алмадық. Жүріп келе жатады, өшіп қалады өзімен өзі. Жүріп келе жатады. Ол бір арнайы бір кейбір кезде бір проводтан да болады, әртүрлі жағдай ғой, оны электрикке көрсету керек қой. Электрикке көрсеттім, 3 күн электрикте жатты. Тормоз басқан кезде светофорға келгенде машина селкілдейді. Одан кейін былай машина қыздырудың өзіне от алдырып қойған кезде тұрып ақ селкілдей береді. Қыздырып от алдырып қойып үйге кірсек, машина тұрып ақ селкілдей береді. Енді неден екенін таппадық, енді пока тұрып көрсетіп. Айдағанша дейсіз ғой. Балалардың қажетіне жарап тұрған нәрсе ғой енді бұл да. 91 жылғы дейсіз ба? Механика ма мына айдап жүргеніңіз сонда? Автомат па? 91 жылғы автомат еще, е? Өзім жаңағындай палау басам, өзбекский деп қояды дейді. Қазаны 10 мыңға палау басып кетемін кейде. Күнде қанша шелек көмір кетеді? Үйге. Үзбей жағамыз. Қыздың денсаулығына байланысты суып кетпесін деп кішкентай бала бар. Пешке көмір жақпағалы да біраз болыпты ғой. Енді ұмытпасам баяғыда анамыз сөйтіп салатын. Ана бір шаугым шай бар ма еді ау естеріңде, қара шаугым қайнайды пештеріңде, қайран анам малынып қара терге, таңертең тұз құятын кештеріңде деген өлең бар ғой. Жартысын ғана саламыз, бүйтіп. Құдай қаласа. Қазір жай намаз сұранысы көп. Жай намаздар тіксе қазір, кейінірек машина шхолдарын тіксе, ары қарай жаңағы сол өздерінің бұрынғы тіккен орамал тюрбан дейді, сондайларын тіксе, например. Енді бізге жетіспейтіні сол мынандай бір үлкен машина болады, осындай специально қалың маталар тігетін. Болды, Құдай қаласа, онда жаңағы Алла жазса, соны сізге алып беруге ниеттеніп отырмыз. Онда бірге барайық, базардан бір жақсы машина таңдап, тігін машинасын Сәуле ханымға алып беруге тырысамыз. Сонымен достар, біз қазір Алматы қаласы Байсат базарына қарама қарсы Азия деген шағын базаршықтың алдында тұрмыз. Мынандай тігін машинесі сатылатын жер бар екен, ішіне кіріп бағасын көрейік. Бізге қажетті тігін машинесі бар ма? Сәуле ханым екеуміз кіріп көреміз. О кісі өзі таңдап, көріп, көзін жеткізіп, жаңағы кәсіби деңгейдегі тігін машинасын алайық. Жүріңіз. Саламатсыздар ма? Бізге бір анандай не керек еді? Үлкендері керек қой, е? Үлкендері. Сәуле ханым, сіз производственный дұрыс қой деймін, аха. Прямая строчкалардан L4 мен A2 бар модель, айырмашылығы мыналар базовый модель болып саналады. Көріңіз енді, қалай, осы дұрыс па сізге? Осы дұрыс. Осыны аламыз. Бағасын қанша дедіңіз? Бұл 175 мыңнан. 175 мың. Болды, аламыз. Осыны алайық. Сен қазір ақшасын есептесейік. 1 жыл сервиске гарантия беріледі и 2 жыл механикаға. Хорошо. Мұнда бәрі жазылып тұр. Мұнда мен номер телефон жазып бердім. Егер сұрақтарыңыз болып жатса, түсінбеген жағдайда номерға хабарласыңызшы. Түсіре берейін. Sağ болыңыз, аха. Бұған енді мат алмаймыз ба, е? Болды онда. Мат алатын жаққа айдайық, кеттік. Мынандайлар ғой, сіз алатын. Осылар бар, қызылы бар. 5 метрден 5 түрінен аламыз. Қоңырдан беріңіз, қызылдан беріңіз. Қоңыр, мынадан берейін ба?
Остырышын. Анау дұрыс па? Бере беріңіз. Бадем екен. Бізде кухонный уголоктың несі кожасы ескіріп кеткен екен. Көктемде. Мынандайдан апарып, анау бір шеттегісі бір стол ғана. Уголоктың бір стол ғана. Анадан апарып қаттап тастадым. Өзіңізден мебель шығып кетпеңіз. Енді не аламыз? Енді оюлары бар. Оюлар ма? Оюлар жаққа өтейік онда, жүріңіз. Uzundalar kelmeydi ekan, şuruş doyular var. Бесеу, е? Бесеу, 1 метр. 26 метріңіз 1400-ден. 36.400 болды. Қосу? 800. Қосу 800. 228 теңге. Онда 39.200 теңге. 39.000 деңізші. 39.000 болды. Санап алыңыз. 33.000 аға. Қалған голдтан аударып жіберіңіз. Көктің бетіне кетеді. Мынау қараның бетіне кетеді, қараңыз. Онда бере беріңіз мені. Мына бежевыйыңыздан, мынадан 5 метр өлшей беріңіз. Сызығы бар ғой осының, е? Аха. Жақсы, рахмет, бауырым. Осы керекті мата ұштамыздың бәрін алып, енді Байсеркенің ар жағындағы осы Талғар ауданына қарайтын Жаңалық деген ауылға Сәуле ханымның үйіне қарай тартамыз. Аяғын алып кеш. Қой отырыңыз. Былай екен. Асты қалай қосылады? Өз тіке бере ма былай ұстап тұрсам? Енді шарт еткізіп үземін мынаны шыққаннан кейін, е? Енді Қарай басасыз, өзіңізге қарай. былай ма? Өзіңізге қарай. Ана. Ох. Үзді ғой мынау уже. Ой, мынау дайын ғой міне. Міне тіге берсе болады екен ғой уже. Алла береке берсін, құтты болсын иншаллах. Осы ана кішкентайларыңызбен жаңа қыздарыңыздың Алла тағала осы игілігіне жарасын. Береке табыңыздар осы нәрсемен иншаллах. Алла тағала адал ризық іздеген адамның өз берекесін беріп қояды екен ғой. Қазір сондай уақыт, сәл қолы жыбырлаған адамның аузы жыбырлап ризық несібе төгіле беретін уақыт қой. Мына Монғолиядан келген қазақтар айтады екен. Мә, сендер осындай условияда тұрып қалай байып кетпейсіңдер деп. Шынымен қарасаңыздар, сәл ғана осы демеу керек болды. Міне Алла тағала берекесін берсін. Міне, бүгін Алла қалап, иншалла, қыздарымның арманы орындалып жатыр. Тігін машинасына ие болып жатырмыз. Осыған себепші болған Садақа қорының Қарайлас жобасына рахмет айтқым келеді. Алла разы болсын. Тағы бір отбасына көмек беруге мүмкіндік берген Алла тағалаға мақтау мадақтар болсын деймін. Қарайластың бүгінгі мақсаты орындалды. Енді құрметті телекөрермендер, мен сіздерден 1000 теңге сұрамаймын. Мына жобаны арқата жалғастыру үшін 500 теңге де сұрамаймын. Пайғамбарымыз хадисінде құрманың жартысымен болса да өздерің тозақтан сақтаңдар деген. Егер құрманың жартысы тозақтан сақтамайтын болғанда пайғамбарымыз бұл сөзді айтпаған болар еді. Бір хадисінде сендер Алланың жәннатқа амалдарымен кірмейсіңдер дегенде, сізде ма деп сұрайды сахабалар, менде дейді. Алланың мейірімімен кіресіңдер. Яғни қай амалымызбен Алланың мейіріміне ілігетімізді біз білмейміз. Ол тіпті құрманың жартысы болса да, егер ықыласпен жасалған амал болса да, Алланың мейіріміне ілігіп
жаннатқа кіріп кетуіміз не қайбыл. Сондықтан құрметті телекөрермендер, мен сіздерден 100 теңге сұраймын. Егер 100 теңгеден 10 мың адам аударса 1 миллион теңге жиналады. Ол ақшаға мен Қарайлас жобасы садақа қоры сіздермен бірге отырып, әрбір сатын көздеріңізге көрсете отырып, бір мұқтаж бауырымыздың аяқтан тұрып кетуіне себеп болып, көптеген мұқтаждарға қол ұшымызды созып, оларды мұқтаждықтан құтылып қана қоймай, жеке кәсіпкер болуына септігіміз тиеді деп ойлаймын. Алла тағала аз болған амалдарыңды бұзауды баққан сияқты өсіріп таудай қылады дейді хадисте. Сондықтан 100 теңгені асынбаңыздар. Бәлкім Алла тағала бұзауды бағып өсірген сияқты сол садақаларыңызды таудай деңгейге, егер ықыласпен берілген болса, өсіріп, сол амалымызбен жәннатқа кіріп кетуіміз мүмкін. Пайғамбарымыз тіпті бір хадисінде сендер қойдың сирағы, кәдімгі етсіз жағы сирағы, соны көршісіне садақа беруге намыстанбасын, ал көршісі соны алуға намыстанбасын. Сондықтан 100 теңгені асынбаңыздар. Бәлкім сол 100 теңге сіздерден азаптан құтқару мүмкін. Қарайлас жобасы бүгін сіздермен бірге сол 100 теңгемен қаншама қазақтың отбасына жәрдем беріп, кәсіпкерге айналуына себепкер болады. Бізбен бірге болыңыздар. Бізбен бірге осы жобаны жүргізуге атсалысыңыздар.